Достар, сәлем, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Нури Камал. Бүгін сіздермен дұңған немесе ұйғыр тамағы болып есептелетін момосяй деген тамақты жасайтын боламыз. Бұл тамақтың қамыры ашытылып жасалады. Ол үшін ыдысымызға жылы су құямыз, үстінен тұз, қант және де ашытқы саламыз, және бір жұмыртқа салып жақсылап араластырамыз. Енді үстінен ұн салып қамыр илейміз. Ұнды 2-3 бөлікке бөліп салдым. Және қамырымыз жұмсақ болып иленіп шығу керек. Ыдысымыздың түбін кішкене майлап, қамырымызды салып, бетінің қақпақпен жауып, жылы жерге 45 минутқа, болмаса 1 сағатқа көтерілгенше қалдырамыз. Қамырымыз көтерілем дегенше тамағымыздың салмасын дайындаймыз. Ол үшін осылай майдалап туралған етті қуырамыз. Менде ол қойдың еті, бірақ кез келген етті пайдалана берсеңіздер болады. Етті жоғарғы отта 7-8 минут бойы қызарып, су азайғанша қуыратын боламыз. Еттің үстінен майдалап туралған пиязды саламыз, 2-3 минут бойы қуырамыз. Одан соң үстінен болгар бұрышын, сәбізді және де томат пастасын салып, жақсылап араластырып отыра 4-5 минут бойы қуырып аламыз. Енді дәміне қарай қара бұрыш, тұз және де универсальный приправа саламын. Одан соң майдалап туралған 2 дана сарымсақты салып, жақсылап араластырамын. Соңында осылай майдалап туралған картопты салып, 2-3 минут бойы қуырамын. Қуырып болғаннан кейін үстіне су құямын. Судың деңгейі осы салмамыздың деңгейімен бірдей болу керек. Одан соң қақпағын жауып, піскенше 40 минутқа, 50 минутқа қалдырамын. Енді тамағымыздың қамырына кірісейік. Менде қамыр ашып шықты. Енді осы қамырымызды бірдей бөліктерге бөліп шығу керек. Менде әр қамыр 45-50 грамдай болды. Осылай домалақта барлығын дайындап аламыз. Бұл тамағымыздың қамыры мантоваркада буда піседі. Сол үшін қамырымызды жаймас бұрын осылай мантоваркамызды листтарын майлап аламыз. Одан соң қамырымызды осылай доп-домалық етіп жаямыз. Тамағымыз пісіп шықты. Енді осында үлкен табаққа қамырларын домалақ етіп қойып шығамыз, ал ортасына тамағымыздың салмасын салып аламыз. Бетін аз көкпен, болмаса осылай көк пиязбен әсемдесеңіздер болады. Бұл тамақты осылай нанның ортасын ашып, салмамызды салып жей беруге болады. Негізі ер кісілердің сүйіп жейтін тамағы, себебі өте тойымды болып шығады. Сіздерге осы видео ұнады деген ойдамын. Сіздерге пайдалы бола алсам, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы видеоның астына лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.